Етке, сорпа бетке демекші, бүгін отбасыма ет асып бердім. Алдымен салқын суға етті, қазыны, қартаны салып, дәміне қарай тұз салып, бір бүлкеткізіп, бетінің көбігін алып тастадым. Бұдан кейін 2 сағаттай қайнатып, арасында жуасын, қызанағын, сәбізін, картошкасын салып, барлығын бірге пісіріп алдым. Етті түсіріп, алдын ала бөлек-бөлек турап, дайындап қойдым. Бір жайым қамырды жайып жіберіп, сорпаға салып, бір бүлкеткізіп қайнатып алдым. Қамырды түсіріп, етін, қазысын, қартасын, көкөністерін салып, тұздығын құйып, маринадталған көкөністермен айранды құйып, отбасымның алдына ұсындым. Рахметтерін айтып жеп алды. Менің парақшам ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.